Қыздар, бұл қондырма жеңді шапанның лекалын құрастыру үшін бізге негізгі өлшемдер қажет. Ол кеуде биіктігі, кеуде айналымы, бел айналымы, иықтан белге дейінгі ұзындық және иық ені. Осы өлшемдердің көмегімен біз негізгі лекалды құрастырып шығамыз. Бұл шапан қондырма жеңді, тік жағалы, сәл қынамалы болғандықтан біздің қазір қосатын қосымшаларымыз да сондай көп болмайды. Ең бірінші ұзыннан линия түсіресіз. Бұл бізде иықтан белге дейінгі ұзындық деген өлшем. Бұл бізде 45 см өлшем бойынша. Одан кейін бел линиясы. Бел линиясы бізде 4-тен 1 бөлігі, мынау киімнің 4-тен 1 бөлігі болғандықтан бел айналымын 4-ке бөліп, қосымша 3 сантиметрді қоссаңыз болады. Бұл егер бүкпе салсаңыз бүкпе үшін кетеді, болмаса кеңдік үшін осы 3 сантиметрді қоссақ болады. Енді дәл мына фасонда, мына шапанда мен бүкпе салайын деп жатқан жоқпын, сондықтан бүкпенің линиясын бұл жерге түсірмеймін. Яғни 90 бөлу 4, 22 қосамын 3 сантиметрді 25. Мынаның аралығы осы цифр 25. Одан кейін кеуде айналымын шығару үшін бірінші кеуде биіктігін тауып аламыз. Ол жоғарғы жағымыз міне мына жақ, иық жағымыз. Төменге қарай кеуде биіктігі бізде 30 сантиметр. Сол 30 сантиметрді сызып, нүкте белгілейміз. Енді осыдан кеуде линиясын сызамыз. Ол үшін кеуде айналымы бізде 104, бөлеміз 4-ке, шығады 26. Қосымша 1 сантиметрді қосып, мына жерге 27 сантиметр сыздық. Міне кеуде айналымы бұл 27 болды. Енді келесі бұл иық сызығын, мойын ойындысын шығаруымыз керек. Мына жоғарғы жақта линияны бұл иық сызығына арнаймыз. Бірінші мойын ойындысы мына нүктеден, негізгі нүктеден оңға қарай, немесе міне бұлай қарай мен 9 сантиметр алдым. Бұл стандарт размерлерде 0,5 сантиметрмен көбейеді немесе азаяды. Енді өз размеріңізді мына осы сабақтан кейін стандарт размерлерге арналған лекалдар тұр. Сол жерден қарап алсаңыздар да болады, дайын лекалды көшіріп алсаңыздар болады, немесе өлшемді алып сызсаңыздар да болады. Мысалы, мен мына жерде 9 алдым, 9 сантиметр. Осы 9 сантиметрден кейін мына соңғы иық ені деген өлшемді аламыз. 12 сантиметр. Ол мына жерге келіп тұр. 12 сантиметр. Осы иық ені өлшемін алғаннан кейін сол өлшемді төменге қарай 4 сантиметрге түсіреміз. Міне. Осы сантиметріміз түскен нүктеміз бізде мойын ойындысына келіп қосылады да, бұл иық сызығы болады. Ал енді алдыңғы бойда бізде мына мойын ойындысы дөңгелек болады, өйткені стойка тік жағы болғандықтан біз бұл жерді дөңгелек қыламыз. Бірақ тым қатты ойып жібермей 8 сантиметр ғана алып, осыны мына мойын ойындысымен бұлай қосамыз. Мына мойын ойындысымен. Енді мойын ойындысы шықты, мына жер 8. Мына жер 9, мынау 12, бұл өлшемнен шықты. Мынаны стандарт деп түсінсеңіз болады. Енді размеріңіз кіші болса, үлкен болса, қанша болатындығын осы парақшадағы стандарт размерлерден қарап алсаңыз болады. Енді қолтық ойындысын жасауымыз керек. Қолтық ойындысын, бұл енді шапан киімі болғандықтан, мен сыртқы киім болғандықтан барынша терең ала беремін. Яғни мына нүктеден кеуде биіктігі деген мына линияны сызып тұрған нүктеге дейінгі аралықты тұтас алмақшымын. Міне осы жерден. Енді мына лекалды линейканың көмегімен мына жерден ойындыны жасаймыз. Мына нүктемен мына нүктені ішке қарай 1-1,5 сантиметрге ойу арқылы, яғни мына линиядан ішке қарай 1,5 сантиметр ойу арқылы бұлай сызамыз. Бұл бізде қолтық ойындысы. Енді мына жерді мына бел линиясына әкеп қосайық. Бірақ бұл шапанымыздың белін тарылтпаймын, керісінше кеңейтемін десеңіз, мына нүкте маңызды емес. Қолтық мына нүктесінен
осы нүктеден төменге қарай трапеция беріп, яғни бұлай міне трапеция берсеңіз болады осылай, немесе тіке алсаңыз болады, яғни өз қалауыңызша түрлендіре бересіздер. Бұл бізде алдыңғы бойдың лекалы. Артқы бойдың лекалында дәл осының үстіне сыза беремін. Сіздер бөлек қағазға арнайылап сызып алыңыздар. Дәл осыны қайталайсыздар. Тек айырмашылық мойын ойынтысында және қолтық тігісінде. Кеудеде, белде бүкпе болмайтындықтан басқа айырмашылық жоқ. Қолтық ойынтысының тереңдігі мен мойын ойынтысында сәл өзгешелік бар. Өзгертейік. Мына жерде 9 сантиметр ол өзгермейді, ал төменге қарай тереңдікті 2,5 сантиметр деп аласыздар. Бұл бізде артқы бойдың мойын ойынтысы болады. Қалыңырақ қылайын, бұл арты деп түсінесіздер. Иық сызығын 1 сантиметрге көтереміз. Міне 4 сантиметрмен түсіп едік қой. 4 емес, артқы бойды 3 сантиметр қыламызды. Осы иық сызығын 1 сантиметрге көтеріп аламыз. Міне. Ары қарай, мынау төменге қарай сызамыз бұл жерді қосып. Енді мына жердегі ойынды 1,5 емес 0,5 сантиметрге ғана ойылатындай қылып, линейканың көмегімен міне қатты оймай артқы бойдың қолтық ойынтысын сызамыз. Сонда міне қанық болып тұрған мына линия және мына линия бұл артқы бойға жауап береді. Басқасы, яғни мынау және мына ішке қарай сәл ойыңқы болып кеткен жағы бұл алдыңғы бойға жауап береді.